Келер судоку эксперт қиындығында ойнаймыз. 9 мына жерде 1 мен 3 болады, 4 деген обязательно. Келесі мұнда 1 мен 3, мұнда 1 мен 3, мұнда ровно 7. 13-ке 13 26, 39, 6 жетіспейді. 22-ден 6-ны азайтсақ қалғаны 16, 30, 40, мұнда 5 жетіспейді. 1 мен 2, 1 мен 2. Мұнда 354 болып тұруы мүмкін. Он 5 пен 5 тоғызсақ 20. Оны есте барсақ та болайық. Кейін керек болып қалар. Мұнда қызық нәрсе бар екен. 18-ге 13 тоғызсақ 31, 39, 48. Мынау үшеусі артық. Мұнда қойылады. Келесі 13-ке 3, 16, 40, мұнда 5. Значит, екеусі 9. Бұл екеусі 9 деген сөз. Мұнда 1 мен 8 қойылмайды, 2 мен 7 қойылмайды. Қойылады. 3 пен 6 қойылмайды. 4 пен 5 қойылады. Екі мен 7-ні қоя алмаймыз. Себебі мұнда 7 десек, екіншісі 2 болу керек болады, ал мұнда 2 бар. Сол үшін 4 пен 5. Мұнда 4, мұнда 5. Ол маған 4 болдырады, маған 1-ді болдырады. Сосын мұнда 9 пен 5 деген жүк кетіп қалады, 8 пен 6 қалды. Сосын мұнда 1 мен 9 қойылмайды, мына 1-дің кесірінен. 8 мен 2 қойылмайды, мына 8-дің кесірінен. 6 мен 4 қойылмайды. Только қалып тұрған 3 пен 7. Мұнда 7 тұрғандықтан, мына бетінде 3, мына бетінде 7 екені көрінеді. Келесі 3 деген сан мұнда тұр, мұнда тұр. Мұнда 1 мен 2, бір ғана қалған вариант мына жер. Одан кейін 1 мен 2 тұр, 3 мен 2 қойылмайды, сонда 4 қана вариант болып тұр. Осылай кете береді бір. Келесі 1-іміз бізде қай жерге қойылады? 1 деген 11 мен қойылмайды, 15 мен қойылмайды. Мына жерде ғана мүмкін. Екеуісінің қосындысы 7. 1 мен 2 уже қойылмайды, 3 пен 5 қойылмайды, 2 мен 6 ғана қойылады. Қандай порядок екені белгісіз, бірақ 2 мен 6. Ол жердегі 6 мынаған кедергі жасайды. Сол үшін ол жерде 8, мұнда 6. Келесі 1, 2. 2 мен 9 2 варианттар қалып тұр. Мұнда 2 қойсақ 13 болмай қалады. 9. Мұнда 2 мен 9, мұнда 6, мұнда 2, мұнда қалғаны 3, 5 болып тұр. Келесі 1 мен 3, 2, 1, 2, 3 бар. 4 пенен 8 жетіспейді. 4 пен 8 мына жерге түсу керек. Одан қалғаны 1 менен 3 деген сандар мына жерге түсу керек. 1 мен 3 қарасақ, 1 десек 9 қойылады, 3 десек 7 қойылмайды. 1 мен 9 деген вариант. Мұнда қалғаны 3. Келесі 9 мен 8 мен 6. 8 мұнда тұр, значит 6 мұнда тұр. Наоборот қоямыз, 8 мен 6. 1, 2, 4, 2, 4, 7 деген сандар. 2 мен 7 тұр, 4 қана бар нәрге. 2 мен 7 мұнда бөлісіп тұрады, енді қалай болса да. 2 мен 7 орындарын алмасы болады. Мұнда 1, мұнда 3 екені белгілі, мұна 3-тің кесірінен. Келесіде бізде қалай болады? 9 мен 6 мұндан 2 қойылмайды, себебі 9 мен 6 екеусі мұнда тұр.
тоғызды қойсаң мына мешайт түседі, алтыны қойсаң мына мешайт түседі. Сол үшін 8 пен 7 деген жұп. 8 пен 7, 8 пен 7. Ал одан кейін келесі бізде қалып тұрған қандай варианттар бар? Мұнда 11 мен 18, 29, мына 1 мен 30, мұнда 15 деген варианттар. Значит, 7 мен 8, екінші қалған жауап тоже 7 мен 8. Ал түсінікті. Мынау 8 деген жерге 1 мен 7 жұбы уже атпадайды. Өйткені мына 1-дің кесірінен 2 мен 6 атпадайды. 3 пен 5 қалып тұр. 3 мұнда тұр, значит, мұнда 5 қойылады. Мұнда 3. Мұнда 7 мен 8 уже занят. 1, 2, 3, 4 қана жетіспейді ғой. 4, 3 пен 4, 7. Қалғаны 2 болып тұр 9-ға толтыру үшін. Келесі 1, 2, 3, 4 барлығы қойылды. Енді мынау жерде 5 пен 8, 7 мен 6 деген варианттар. 6 болғандықтан мына бір ящиктің ішінде 6 мен 7 вариант атпадайды. 5 пен 8. 5 пен 8. Одан кейін қандай варианттар бар? 1, 2, 4, 7 деген варианттар мынау ящиктің ішінде қалып кетті. 4 мұнда түрсе алмайды. 2 мен 7 ғана. Мұнда 2, 4, 7 толық. 2, 4, 7 толық. Мұнда 4 түсе алмайды. 2 мен 7, 2 мен 7 спорный болып қалды жұп. Значит, мына жерде явно 4. 2 де 7 де емес. Оны белгілеп қоя саламыз. Сосын келесі бізде енді 4-тердің бар количествосын санайтын болсақ, не табамыз біз? Ештеңе де таппайтын сияқтымыз ба? Мына екі жердің біресі 4 екен білеміз. Одан бөлек басқа ештеңе білмейміз әзірше. 4 пен 6 болуы мүмкін. Ладно, допустимо. Мұнда 4-ті допустимо. Варианттар көп, ладно, көп ойланбаймыз. Бір бізде қарап olsak, мына 2-1, мына 2 точканы шектейді. Мына 2-1, вообще мына барлығын шектейді. Мына жайлғанда тас мынау қалып бірге. Келесі мұнда 1, мына 2 жердің біресі 1, 13 пен 1 никак болмайды, мына жерге түседі. Ол да түсінікті. Мұнда 3, мұнда 1. Сонымен бірлердің бәрін қойып шықтық. 2. Екілерді қай жерге қоя аламыз? Екілерді біз мына линияға ғана қоя аламыз. Оның өзінде мынау шектеп тұр. Сондықтан мұнда 2, мұнда 2 деп қоя алады екен біз. Басқа варианттар бізде мұнда мына жерге ғана қоя аламыз. Мұнда осы жерге ғана қоя аламыз. 7, 2 мен 7. Кейінде бізге тағы не белгілі? 3 деген сандар. Шектеулі жетілер. Жетілерді қай жаққа қоя аламыз? Жетілерді 4 деген сандар бізде бұлай тұр. Мынау бұлай тұр. Мына екесін бірес 4. Ладно, 4-тер әлі толықта емес. 5-тер тоже толық емес екен. Мұнда 5-терді қою мүмкіндігі бар. 6, 7-лер, 8, 9-дар. 9-дарды біз әлі дұрыстап зерттей алмаймыз. Ладно, пока что мұнда 9 бен 4 бола алмайды. 8 бен 5, 6 мен 7. 8 бен 5, 6 мен 7 деген варианттар ғана бар. Оның үстінде 8 бен 5 болса, мұнда 8, мұнда 5, 6 мен 7 болса, мұнда 7, мұнда 6. Ладно, ол кетіп тұр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 мен 7, 8 бен 9. 13-тің қосындысы болатын только 6 мен 7, значит 8 бен 9 мына жерге түседі. Мұнда 8, мұнда 9, мұнда 6, мұнда 7. Келесі бізде 7-лер мұнда түсті. 4 мұнда анық екен. 8. 8-ді біз қалай қарастырамыз? Мұнда ғана түседі. Себебі мына жер болмайды. 8-дің кесірінен 5. Мұнда 7, мұнда 8, мұнда 7. Келесі тағы бізге не анық? 7 жоғарыға түседі. Мұнда 7 түсетін анық. Келесі соңғы 7. Ол бізде мына жерге түседі екен.
төрттердің соңғы екеусі ғана қалыпты. Ол бізде мына екі жер мына екі жер. Ладно, әзірше толық сенімді бола алмаймыз. Мейлі, екілерді қараймыз. Екілер мынау екі жерде, мынау екі жерде. 2 мен 9 бола алмайды. Мынау 9-дың кесірінен. Мынау жерде 2, мынау жерде 2, түсінікті. 3. Мынау екі жерде, мынау екі жерде. Мұнда 3-ті қоя алмаймыз. Себебі 7 қойылса, мұнда 7 болып қалады. Мұнда қоямыз 3-ті, мұнда қоямыз 3-ті. Келесі логика 4. Төрттер мынау жерде 4, сосын мынау жерде 4, мынау жерде 6. Келесі 6-дың логикасы бізде былай болып тұр екен. Мұнда 6, 2, 6, 8, 15, аржағында 9 қалды. И автокомплектті бастырамыз. Ары қарай бәрі белгілі болып тұр. Осылайша келесі суретті аяқтаймыз.